Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге шоколадты құлпынай рецептімен бөлісемін. Бұл рецепт өте оңай дайындалады және өте дәмді ерекше болып шығады. Видеоны толық қарамастан бұрын каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісемін. Бізге құлпынай, шоколад, ақ шоколад және шпажка таяқшалар қажет. Ең алдымен құлпынайды жақсылап жуып, ақырындап кептіріп, құрғатып аламыз. Ең бастысы құлпынай езіліп кетпеуі керек. Өзінің формасын жақсы ұстауы тиіс. Құлпынайларымызды шпажка таяқшаларына түйреп қоямыз. Ерітілген шоколадымызға құлпынайды батырып аламыз. Шоколадтарымызды водяной баняда ерітіп алуымыз керек. Видеода көрсетілгендей құлпынайды шоколадқа аунатып аламыз. Жанымызға ұзындау стакан қойып, шпажкаларымызды қойып отырамыз. Шоколадты құлпынай бір-біріне жабысып қалмау үшін бір-бірінен алшақ орналастырамыз. Құлпынайды әсемдеу өз қолыңызда. Мен ақ шоколадты ерітіп, осылай әсемдеп шықтым. Дайын болған құлпынайды 10 минут холодильникке қойып алуларыңызға болады. Одан соң құлпынайларымызды шпажка таяқшаларынан босатып, осындай кекстің арнайы қағаздарына орналастырамыз. Мінекей біздің құлпынайларымыз осылай шықты. Өте дәмді, керемет. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде өзіңіз жасап, жеп көруіңіз қажет. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.